Ассаламу алейкум. Менің каналыма қош келдіңіздер. Ерекше дәмді кешкі ас дайындаймыз. Курица, терияки с рисом. Бізге керекті заттар: сотейникке немесе кастрөлге кішігірім май құйып, жақсылап жуылған күрішті салып, 2 минут шамасында қуырып аламыз. 450 грамм су құйып, араластырып, бетін жауып, баяу отта суы тартылғанша пісіреміз. Табаға 30 грамм сұйық май құйып, видеодағындай туралған тауық етін салып, 10 минут шамасында қуырамыз. Тауық осылай ағарғаннан кейін, үкіштен өткізілген сарымсақты қосып, 2 минут шамасында араластыра отыра қуырамыз. Қалған 100 грамм суға 1 ас қасық жүгері крахмалын қосып, араластырып қосамыз. Егер жүгері крахмалын таппасаңыздар, картоп крахмалын қолдануға болады. Соя тұздығын қосамыз. Дәміне қарай қара бұрыш, тұз, даршын, жақсап араластырып, қызыл бұрыш қосып, тағы да бір араластырамыз. Бетін жауып, 20 минут шамасында баяу отта бұқтырамыз. Алмалы сірке суына қант, тұз қосып, күрішке қосамыз, жақсылап араластырамыз. Осымен біздің тамағымыз дайын, өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Балжан Канафина. Лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ас болсын!